Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қойда баққан. Әзірет Мұхаммед 10 жаста. Ойланып, толғанып, көкесі Әбу Тәліпке, сіздің қой ешкіңізді мұнан былай мен бағайын, бөлек бақташы жалдап қажеті қанша, дейді. Әрине, Әбу Тәліп бұған алғашында қарсы болды. Үйтіп-бүйтіп оны әрең көндірдім-ау дегенде, Фатима наразылығын білдіреді. Ботам-ау, сенің табаныңа қадалар шөнке менің маңдайыма кірсін, деп күндіз-түні тілеуіңді тілеп отырғанда, бұл не дегенің? Қалайша сені дәтім шыдап шыжыған шөлге қоя берем? Жоқ балам, болмайды. Алтыным-ау, саған қой бақтырып үнемдегенше қайыр тілеп кеткенім көп артық, деп шала бөлінді. Бірақ Әзірет Мұхаммед те айтқанынан қайтпады. Тәтті тілімен түсіндіріп жүріп, анасының да бұл іске ризашылығын алды. Сол күннен бастап ол таңертең ертемен азын-аулақ қой ешкіні айдап өріске шығып жүрді. Сөйтіп, онсыз да тұрмысы нашар көкесіне бақташы жалдатпай көмек қолын созды. Әрі оңашада жер мен көктің сырын сыналай сүзіп ойлануға мүмкіндік тапты. Табиғаттың тамашаларын, оны жаратушының ұлылығын жай көріп қана қоймай, астарына үңілетін, ләззат алатын. У-шуға толы, өтірік, өсек, алда бар бау, бір сөзбен айтқанда нәпсі құмарлық жайлаған жамағаттан ұзақ жүргеніне қуанған. Мүбәрак өмірінің бір жылын қой бағуға арнаған пайғамбарымыз Алла тарапынан елшілік міндеті жүктелгеннен кейін асхабымен бірге табиғат аясына демалуға шыққанда жабайы жеміс жинамақ болады. Сонда Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына әбден қарайғанын алыңыздар, сонысы тәтті болады, дейді. Асхабы бұл жемістің тәттісін, ащысын шопандар жақсы біледі. Сізде қой баққансыз ба, деп әзілдейді. Сахабаларының бұл әзіліне пайғамбарымыз бұл дүниеге жіберілген пайғамбарлар ішінде шопандықпен айналыспағаны жоқ, деп күлімсіреп жауап береді. Тағы да бірде мәселеге оралғанда Әзірет Мұхаммед былай деген: Мұса алейхиссалам пайғамбар боп келді, қой бақты. Дәуд те алейхиссалам солай. Мен де пайғамбар ретінде жіберілдім, қойшы да болдым. Құранда ең жоғары адамгершіліктің үлгісі деп сипатталатын Алла елшісі небәрі 10 жастағы бала болса да пайдалы іс істеуге, өзгеге жүк болмауға тырысқан. Ғибрат аларлық жайт, өмірдегі қарапайым жағдайлардан әрдайым сабақ болардай нәтиже шығару ардақты пайғамбарымыздың өнегелі ісі. Төмендегі сөзі де соның куәсі. Бәріңіз шопансыздар, яғни қарамағыңыздағыларға жауаптысыз. Мемлекет басшысы еліне жауапты. Той-думанға баруға тыйым салынғаны хақында. Алла тағаланың тікелей тәрбиесіне бағынышты болған пайғамбарымыз көкесі Әбу Тәліптің қойын бағып жүрген тұста басынан өткен жайтты былай баяндаған: Мен жас кезімде басқа жерлестерім сияқты той-думанға барып қызықтайын деп 2 рет ойландым. Бірақ екеуінде де ойым жүзеге аспады. Алла тыйым салды. Сонан соң пайғамбарлық құрметіне бөленгенше той-думанға аттап басқан емеспін. Оқиғаны тыңдайық. Бір Құрайш жігітімен бірге Меккенің шет жағында қой бағатынбыз. Түнде де кезектесіп малға қарауды әдетке айналдырған едік. Бір күні кешке жанымдағы жолдасыма мен бүгін қалаға барып жастардың түнгі ертегі мәжілістеріне қатысқым кеп тұрғаны, дедім. Жолдасым: бара бер, қойға мен ақ иелік етейін, деп жауап берді. Сөйтіп мен Меккеге келдім. Қалаға кіре берсе-ақ бір жерде ән айтып, музыка ойналып жатқанын естідім. Сол күні қалада үйлену тойы өтуде екен. Ыңғайлы жерге отырып алып, тойды қызықтамақ болдым. Сол-ақ екен, екі құлағым
тарс бітеліп ұйықтап кетіппін. Таңертең күн шақшиып түскенде ғана оянып есімді жинадым. Қойшы жолдасым қайтып келгенімде менен не көргенімді сұрады. Мен басымнан өткен жайды баяндап бердім. Ол да аң-таң. Тағы бірде дәл осылай той қызықтамақ болғанымда қайтадан алғашқыдағыдай түк сезбей ұйықтап қалыппын. Осыдан кейін Жахилияның думандарына қатыспақ түгілі жаулауға зауқым соқпады.